Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгінгі сабақта мынандай әдемі кардиган, бомбер деп айтады. Осындай тоқып үйренетін боламыз. Расчетті қалай жасаймыз, қандай жіпті қолданамыз, барлығын осы сабақта түсіндіріп айтатын боламын. Біз бұл мынау тұрған тоқылған дайын кардиган. Бұл жерде, мына жерде 3 ғана түйме бар және мойны осындай ашық болып келеді. Ал біз бүгінгі сабақта мойны шамалы жабық және де 4 түймеден тұратын етіп тоқитын боламыз. Сонымен бізге керегі Alize Lana Gold жібі. Alize Lana Gold Classic 100 граммда 240 метр 49% шерсть. Свет номері 166. Сирень түсімен тоқитын боламыз. Және де мен бүгінгі сабақта 5-6 жасқа арнап тоқитын боламын. Және де басқа жастарға арналған есептерді сіздерге описанияда қалдырып кететін боламын. 4-5 жасқа негізі арналған воздушный петля саны 56. Маған 5-6 жас керек болғандықтан 56 деп емес, 60 воздушный петля алдым. 60 воздушный петляда біз 14-14-тен қолдарына және де бір-біреуден алдыңғы полочкаларына және де 30 воздушный петляны артқы несіне алдық, спинкасына. Мінекей мен 60 воздушный петля теріп алдым. Бұл сантиметрге салған кезде бізде 34-35 сантиметрге дейін жетіп тұр. Егер де сіздер бұдан басқа жүп қолданатын болсаңыздар, мен сіздерге сандарын тастап кетем, анандай жаңағы рукавасына, спинкасына, полочкасына бөлетін, соларға қарап, жобалап, өздеріңізден шыққан санды есептеп бөліп алсаңыздар болады. Және осымен тоқуды бастаймыз. Мінекей 60 воздушный петля тердік. Полочкасына бір столбик қалдырамыз. Және де бірінші қатарды бастаймыз. 3 воздушный петля тереміз. Бұл бізде бірінші столбик заменить ететін болады. Және де 4-ші воздушный петляға бір столбик тоқимыз. Енді 2 воздушный аламыз. Сразу қолына өтеміз. Біз қолына 14 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мен крючогым номерін айтпаппын ғой. Менің крючогымның номер 4-ші номерлі крючок. Егер Alize Lana Gold жібімен тоқитын болсаңыздар, номер 4-ші крючокпен тоқысаңыздар болады. Немесе шамалы қаттырақ болсын десеңіздер, 3,5 крючокпен тоқыңыздар. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 тоқыдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Енді 2 воздушный
аламыз және арқасының 30 столбик тоқып шығамыз. 1 2 3 4 5 6 7 Мінеки арқасының 30 столбигін тоқып шықтым. Енді тағы да 2 воздушный петля алып, келесі қолдың 14 столбигін тоқып шығатын боламыз. 1 Так. 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 и 14. Мінеки екінші қолын тоқып аяқтадық. Енді бізде мына жерде бір воздушный петля қалу керек. Біз 2 воздушный петля аламыз және осы бір воздушный петляға 2 столбик тоқитын боламыз. 1 2 Біздегі мынау ең басында бастаған кездегі 3 көтерген столбигіміз бір воздушныйымыз бір столбик болады және мынау екінші болған. Ал мына жерде де бірінші және екінші болады. Енді келесі қатар тоқимыз. 3 воздушный петля аламыз. Осы жерден сіздер егерде мойнын ашық етіп нау сияқты тоқитын болсаңыздар, 3 түймемен осылай мойнын ашық етіп тоқитын болсаңыздар, осы жерде сіздер мына жерден прибавканы жасамай, келесі қатардан жасайсыздар. Мен мойнын жабық етіп тоқитын болғандықтан, осы жерден тағы да прибавка жасаймын. Келесі столбикті тоқимын. Және де мынау бізде прибавка тұрған жерге 2 столбик тоқимын. 1 2 2 воздушный петля. Және де тағы сол жерге 1 2 және келесі қолдарын ары қарай тоқуды жалғастырып кетемін. Дәл осылай прибавка жасайсыздар. Әр мынау жерге қолды бітіргеннен кейін мына жерге келгенде 2 столбик, 2 воздушный, тағы да 2 столбик тоқып жалғастырып келесіздерде. Арқасынан бітіп, қолына қарай өткенде тағы да 2 столбик, 2 воздушный, тағы да 2 столбик тоқып прибавка жасап отырасыздар. Және де мына жерге келгенде кездесеміз. Мінеки қатардың аяғына келдік. Қолының соңғы столбигін тоқимын. Және де мынау тұрған тесікке 2 столбик, 2 воздушный, және де тағы да 2 столбик тоқимын. Келесі столбикті біреу. Келесі мынау 3 воздушный петлядағы ең жоғарғысындағы 3-ші воздушный петляға мен 2 столбик тоқитын боламын. 2 мінеки 2 столбик тоқыдым. Бізде екінші қатар аяқталды. Енді үшінші қатарды бастаймыз. 3 воздушный петля аламыз. Және тәл сол жерге тағы да прибавка. Егер сіздер мен сияқты мойнын жабық емес, шамалы ашықтау тоқысаңыздар, бірінші қатардағы міне мынау прибавка, мына жерден прибавка жасамайсыздар. Үшінші қатарға жасайсыздар прибавка.
сосын 4-шіге жасамай 5-шіге жасайтын боласыздар. Ал егер мойнын жабықтау етіп тоқимын десеңіздер, дәл мен сияқты әр қатардан алдыңғы полочкасына прибавка жасап отырыңыздар. Мінекей, бірінші прибавкаға келдік регланның. Бұл жерде біз өткен қатарда 2 воздушныйдан алсақ, бұл жерде біз 1 воздушный аламыз, 1 столбик аламыз, 2 воздушный аламыз. Сосын тағы да 1 столбик. Міне әр бұрышта прибавканы осылай жасап отырамыз. Қолын тоқимыз. Мына жерге келгенде 1 столбик, 2 воздушный, тағы 1 столбик тоқимыз. Арқасын тоқып келіп, мына жерге келгенде тағы да дәл солай тоқитын боламыз. Мінекей, мен 3-ші қатарда аяқтадым. Прибавкаларды жасадым және соңынан соңғы столбикқа прибавка жасадым. Енді сіздер дәл осылай тоқисыздар. Мінекей. Осылай екі жағынан прибавка жасап отырып тоқисыздар. Мына жерде әр аркаға прибавка жасайсыздар. Мына полочкасынан қолына өткенде, қолдан спинкаға өткенде прибавка жасайсыздар. Бір қатарда 2 столбиктан, бір қатарға 1 столбиктан прибавка жасап отырасыздар. Ал мынау алдыңғы полочкасына екі жағынан осылай прибавка әр қатардан жасап отырсаңыздар, осылай мойны шығатын болады. Мінекей, мен 11 қатар тоқып шықтым. Міне мен алдыңғы жемпірімнің алдыңғы жағы мына жерде осылай болды. Енді мен осы жерден тоқтатып прибавканы 2 қолтығын қосып астына қарай тоқитын боламын. Бастаймыз. Мен әлі де алдыңғы полочкасына прибавка жасаймын. 1, 2, 3 прибавка және де мына жерге келгенше тоқып шығамыз өзіміз. Мінекей, тоқыдым. Енді біз мына жердегі тесікке келдік. Өткен қатарда 2 столбиктан алған екенмін. Енді бұл жерден 1 столбик аламын. Енді қолтығына воздушный петля жасаймын. 1, 2, 3, 4, 5. Мен 5 жасаймын. Егер сіздер қаласаңыздар 3 жасасаңыздар болады, немесе кеудесін былай өлшеп, баланың былайынан есептеп, мына жерде менде 35 сантиметр шыққан. Мінекей, 35 сантиметр шықты. Осылай өлшеген кезде сіздерде егер маған кеудесіне 65 сантиметр жетеді, және де ол жемпір болғандықтан үстіне 5 сантиметр қосып 70 қып, яғни сырт киім болғандықтан кеңдеу болып тұру үшін 5 сантиметр қосып 70 етіп алдым. Енді сіздерде солай егер кеуде өлшеміне жетпейтін болса, мына воздушный петляларды сәл көбірек етіп алсаңыздар болады. Енді мінекей, осы жерден алып, мына жердегі тесікті, мінекей, мынау қолы, мынау арқасы, мына жердегі тесікке 1 столбик тоқимыз. Мінекей, осылай біріктіреміз. Келесін ешқандай өзгеріссіз арқасын тоқып шығатын боламыз. Арқасын тоқимыз. Осылай мына жерге дейін тоқып, дәл осылай мына жерді біріктіргендей, мына жақты да солай біріктіретін боламыз. Мына екеуін осылай біріктіреміз. Мінекей, мен қатарды аяқтадым. Екі жағын осылай қосып алдым. Енді ешқандай өзгеріссіз, прибавкасыз, убавкасыз осы қатарларды осылай төмен қарай өзіңізге керек ұзындыққа дейін тоқып шығасыздар.
Және де мына жердегі прибавкаларды екеуі осылай бірігіп бір қатарға түскен кезде тоқтатасыздар. Немесе артқы спинкасының столбиктарын санайсыздар. Қанша шықса сол санды екіге бөліп, осы екеуін санап шығасыздар. Мысалы, менде арқасында 62 болып шықты. Енді мен мына жерде 31, мына жерде 31 болған кезде прибавканы тоқтатып, ешқандай прибавкасыз төменге қарай тоқып шығатын боламын. Және де жеңін обвязкаларын келесі видеода көрсететін боламын.